Тараздағы Жеңіс саябағында Тәжік ауған шекарасындағы қақтығыс майдангерлерін еске алу іс-шарасы ұйымдастырылды. Марқұмдардың ерлігі еске алынып, рухына тағзым етілді. Осыдан 28 жыл бұрын 7 сәуірде қазақстандық 7 рота жау тұзағына түскен еді. 5 сағаттық қантөгістен соң небәрі 17 қазақстандық сарбаз аман қалған. Бүгін ерлікпен қаза тапқандар еске алынды. Мың 1995 жылы 7 сәуірде шекара қызметінде антына адал болған қызметкерлердің рухына тағзым етілді. Ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылды. Аталған батальон одақтас мемлекеттің шебін 8 жыл бойы қорғаған. Шымкент қаласында ұлттық ұланда қызмет атқардым. Сол жерде дайындықтан ары келісімшарт бойынша 95 жылы январдан бастап мартқа дейін дайындықтан өтіп, содан ары Тәжік ауған шекарасында өз еркіммен қызмет атқаруға бардым. Менің барған ротам 7 рота. Қарулас майдандастарын еске алуға келгендер сапқа тұрып, қарулы қақтығысты еске алды. Рухани іс-шараға қала әкімінің міндетін атқарушы Қайрат Исмайыл да арнайы келді. Енді ол ерлердің есімі әрқашан елдің жадында қалу керек. Соған байланысты сол ерлерді еске алу сәтін өткізіп, бүгін гүл шоғын қою рәсімін ұйымдастырып отырмыз. Жомарт Есқара, Риналь Рахматуллин, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.